Ассалаумағалейкум, есімім Нұрсұлтан болады. Продобро және Пикава компанияларының өндіріс басшысы болып келем. Бұл лауазымды атқарып жатырғаныма шамамен 1 жылдай уақыт болды. Продобро компаниясы бізде фастфуд өнімдерін қапталған күйде дүкендерге жеткіземіз. Дүкен, супермаркет және де Пикава компаниясы бізде наубайхана. Продобро компаниясы жалпы қалыптасқан кезде, яғни біздер 5 жыл нарықтамыз. Сол 5 жылдың ішінде тек қана алға өсіп келе жатырмыз. Жаңа басталған кезде, өндірісіміз енді басталған кезде, біздің басшымыз ол өзі кішкене ғана гараждан бастаған болатын. Енді сол кішкентай ғана гараждан біздер қазір кішігірім бір зауыт, бір өндіріс дәрежесіне жеттік. Бізбен бірге 50 шақты адамдай жұмыс жасайды. Яғни біздер 50 шақты адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отырмыз. Одан бөлек біздің өндіріс, яғни біздің өнім конвейерлік жүйеге байланған. Яғни біздер бір адамды, немесе бірнеше адамды бір нәрсемен айналыстырып емес, әр адамның өзінің бір жүйеге байланысты өзінің жұмысы болады. Пикава өнімдеріне келетін болсақ, Пикава өнімдері біздің басындағы ашу мақсатымыз өзіміз нан өнімдерін, яғни булочкаларымызды, сэндвичке келетін болсақ, бургерге келетін болсақ, соны өзімізге пісіру болды. Бірақ біздің қоғамның басшылық мүшелерінің өсуімен ол нәрсе алдағы уақытта үлкен басқа да бөлек жеке кәсіп ретінде дамып, яғни қазіргі таңда біздер Пикава деп наубайхана ашып, оның үстіне нан өнімдерін халыққа ұсынудамыз. Яғни біздерде нан өнімдерінен формовой сияқты, батон сияқты, бородинский секілді басқа да круассандардың түрлері, бірнеше түрлері, басқа да тәтті өнімдерден бірнеше түрлері бар. Қазір біздер наубайханадамыз, кішігірім наубайхана, яғни үлкен өндіріс емес, бірақ та өзіміздің өнімдерімізді шығаруға жетіп жатыр алаң қалауымен. Мына жерден процесс басталынады, яғни өзіміздің оборудование, тестомес бар, тестомес барлық тестаны қамырды, яғни илеп болғаннан кейін ар жақтан делительге барады, делитель шығарады, делитель шығарғаннан кейін, яғни формасы жасалынып, мынандай уже дайын формаларға келеді. Мына жерде біздерде майский, рогалики деген сияқты өнімдеріміз бар. Ол өнімдер бізде расстойкаға кетеді. Расстойка дегеніміз қамырдың ісініп шығуы. Яғни бұл жерде жүйелі түрде өзінің қажетті керек температурасымен, градусымен нан ісініп шығады. Ісініп шыққаннан ары қарай бізде қайда кетеді? Пешке кетеді. Яғни бізде осы жерден пешке салынып, өзінің уақытымен тұрып, одан кейін осындай бір керемет нанға дайын болып шығады. Процесс қатты қиын емес, алайда өзінің бір тонкостері бар. Дайын өнім осы жерге келіп суиды. Суыған нандарды міне осы көріп отырғаныңыздай, осы Продоброның, яғни бургердің булочкалары осы жерден дайын болады. Осы жерде болғаннан кейін, суығаннан кейін ол қапталады. Қапталған соң мынандай жәшіктерге оны саламыз. Жәшіктерді көресіздер. Арнайы жәшіктер өзінің арнайы ішінде мөлшерімен салынады, яғни 20 наннан салынады. Одан кейін біздер Продобродан бөлек дүкендерге өзіміз Пикава өнімін нандарын сатамыз. Осындай біздің арнайы өзіміздің қаптамаларымызбен, арнайы құрылғымен ол нандарымыз не істейді? Қапталып шығады. Қазіргі таңда біздер қаланың 80% дүкенінде бармыз. Мақсатымыз 100% қылу. Одан бөлек ары қарай Қазақстанға шығу, Қазақстаннан бөлек ары қарай әлемге, яғни TMD елдеріне шығу, одан бөлек әлемге шығу деген сияқты үлкен мақсаттарымыз бар. Басқа да өзімнің әріптестеріме, басқа да кәсіпкерлерге айта кететін жайт, бір-бірімізді қолдайық, Қазақстан экономикасын дамытайық, және де Қазақстанның өсіп дамуына үлесімізді қосайық.